Ассалаумағалейкум. Бүгінгі сабақта май салғу сайтынан дарамат салық есебатын тапсырып үйренеміз. Бұның үшін өздерімізге керекті мағлұматларды алып алуымыз керек. Төмендегі Telegram каналымыздан екі файлымыз бар. Біреуі Excel файл, біреуі EMSO программасы. Соны Telegram каналдан жүктеп аламыз. Енді сабағымыз екі вариантта істелінеді. Яғни қазір турдан-тура сайтқа кіріп салық есебатын тапсырып үйретемін. Hamda Excel файлдан сол сайтта көрсетілген мағлұматларды Excel файлға да жүктеп қойыппын, копировать етіп. Әне сол жерден үйренсеңіз болады. Яғни бұл не үшін екі формада істелінеді? Себебі сізде енді базы бір адамдарда ключ болуы мүмкін, сайтқа кіру имканияты бар. Яғни менде не айтқан болсам, бүйтіп соны арқайын өз көре алады. Базы бір адамдарда сайтқа кіру имканияты жоқ, яғни кіру үшін бізге ключ керек. Егер ключ болмаса, сол бағана айтқан Excel файлға кіріп, сол мен не айтылған болса, соны қайталап үйренсеңіз болады. Ертең сайтқа кірген уақытта, отчетты істеген уақытта қиналмай, анық қылып істеуге болады. Онда сабағымызды бастаймыз. Бірінші кезекте компьютерімізді тайлап алуымыз керек, керекті мағлұматлармен. Интернет қосылу керек, интернет қостық. Интернет қосып болғаннан кейін Total командырден локальный с дисктен TCKS деген папка жаратып аласыз. Бұл папка жаратқан уақытта керек. Енді бұл үлкен әріп, кіші әріп арғы жоқ, бірақ английский жазуымыз керек. Осы папканы жаратып болғаннан кейін, осы папканың ішіне өзіңіздің тапсырыс фирмасының ключін ұстағылете салып қоясыз. Егер осы TCKS деген папканың ішінде және бір папка жайласқан, соның ішіне мағлұматларды салсаңыз, сайтта өзіңіздің фирмасының персонал кабинетіне кіре алмайсыз. Соның үшін TCKS ашылды, и сыртында ключ тұру керек. Бұл бір. Енді кейінгі мәселе EMSO деген программасы бар. Осыны Telegram каналдан жүктеп аласыз. Бағана адресті айтып кеттім. Осыны екі рет басасыз да, бұны установка етіп аласыз. Установка еткен уақытта төменде EMSO белгісімен шығады екен. Кейін Telegramдан осы Excel файлдан алып қоюыңыз керек. Бұл сізге сөз сабақты істеу бағдарламасы, яғни ізбезілікте айтылған файл мағлұматлар. Енді онда біздерде аз EMSO орнатып отырмай ма, бұл қиын программа емес. Үстіне екі рет басамыз, установить, сонымен установка етіледі. TCKS папканы жаратасыз, и ключті салып қоясыз. Онда сайтқа кіріп, жұмысымызды бастай берейік. Сайтқа кіреміз. Күтеміз. Бұл жерде, осы жерге my.salguz сайтын жазамыз. My.salguz. Күтеміз. Для юридических лиц. Персональный кабинет. Ұсын таңлаймыз. Ұсын таңлаған уақытта бағанағы TCKS-ке қандай неше ключ салып қойған болсыз, барлық мағлұматтар осы жерде көрсетіледі. Бізге керек осы фирма екен. Войти. Осы жерге ключтің паролін сұрайды. Мына пароль болады. Соны тереміз. Окей деп басамыз. Күтеміз. Міне персональный кабинетіңіз ашылды. New Level Education. Қалесеңіз өзбекше көрсеңіз болады, мына жерін өзгертіп жіберсеңіз болады, ямаса русский болса, қайсы қолай болса, сол тілді таңлап істей берсеңіз болады. Біз русскийде кете береміз. Услуги таңланады бұл жерде. Төменге түсеміз да отправка налог отчет юридических лиц. Осыған кіреміз. Күтеміз. Енді осы жерде бір нәрсе бар беруіміз керек. Қазір біз электронный форма ішіне кіріп отчет тапсырамыз. Тапсырылған отчетыңыз міне осы жерде көрінеді. Яғни, қайсы периодқа тапсырған болсаңыз, сол период мағлұмат көрсетіледі. Біз дарамат салық есебатын тапсырып, осы жерде расчет налог на доходы физических лиц, социальный налог деп мағлұмат көрсетіледі. И содан кейін және көретұғын жеріміз бар, состояние, жағдайы. Вовремя болса, значит, отчет уақытында тапсырылды, отчет қабыл қылынды деген сөз. Егер с опозданием болып тұрса, уже біз уақыттан кеш тапсырылғанбыз. Егер бұл жерде ошибка деп тұрған болса, значит, отчет
тапсырылмады, қабыл қылынбады деген сөз. Сол үшін осы жеріне ытыбар беруіміз керек. Енді ең ақырғы 3 отчетымыз көрінеді екен. 26 принтиді бассаңыз, сол 26 есе барлық отчетларыңызда көрінеді екен. Так, электронный формаға кіреміз. Так, бұның ішінен 111 қатарды таңдаймыз. Налог на доходы физических лиц кіреміз. Енді бұл жерге ытыбар берің, біз қайсы периодқа тапсырмақшы болсаңыз, міне датасына қарауыңыз керек. Егер 26 жыл январ айынан бастап тапсырмақшы болсаңыз, айтып отыр, январдан бастап 31 мартқа дейін осы шаблон әрекетте болған. Значит, біздер осы жерден тапсырамыз. Егер апрель айынан бастап тапсырмақшы болсаңыз, 1 апрель мына жерге тоқтамаған, значит, міне осыдан бүгінгі күнге отчет тапсыратын болсаңыз, апрельден бастап декабрьге осы жерден тапсырсаңыз болады. Енді біздердің заданиямызда, так, Excel файлды ашып алайық. Бұл мағлұматты Telegram каналдан алып аласыз. Так, бірінші ай үшін 3 адамға айлық есеплай жақпыз. Так, айлықлары, социальный подоход, ИНПС и қолына тиетін пұлы. Енді біздердің отчетымызда қолына тиетін пұлы мағлұмат көрінбейді, основной міне мына мағлұматлар көрсетіледі екен. Енді әзірге көре жақ отчетымыз бұл стандарт айлық есепланады, ешқандай дарамат салығы, ямаса социальный налогтан льготаға ие емес. Кейінгі сабақтарда әмбе қатар, яғни льготалар қайтып қолданады, отчетта қалай көрсетіледі, оны бір қатар ізбесілді айтып өтеміз. Бірінші кезекте стандарт отчет көре жақпыз. Так, құласы осы мағлұматларды мен шаблонға тіркеуім керек. Так, бұның үшін сайтқа кірдік. Так, біз январ айынан басай жағымыз, соң үшін 0026-3103 соған кіреміз. Так, осы жерде налог түрін таңдаймыз. Тип расчета, расчет. Год 26. Так, период январ. Так, төменге түсеміз, ытыбар берің, бұл отчетлар өзі автомат өзі шығады. Бұл жерде онша толтыратын жеріңіз аз. Аз бұнан көп шығамыз. Бұны толтырмастан алдын бірінші кезекте сіз шаблонды толтырып аласыз. Егер компьютеріңізде шаблон болмаса, осы жерде скачать шаблон деп шаблонды алсаңыз болады. Шаблонды аламыз. Так, шаблонды алдық. Енді осы жерге өзіңізге тиесілі карханада неше адам жұмыс істейді, бәрін бір қатар толтырып шығамыз. Бізде енді пока 3 адам номинация қойып шығайық. Так, сәл жақылатамыз. Так, үстәрізде қалдыра берейік. Так, үстер сәл ойнап тұрады екен. Так, опа. Бұл жерге фамилия аты отчествосы түседі екен. Бұл файлда, бұл мағлұматты біз файлдан аламыз. Яғни 3 адам жұмыс істейді и должность. Екі жағынан копировать етіп аламыз да и шаблонға тіркейміз. Значение. Енді осы жерде сол адамның ИНПС нөмірін дұрыс жазуымыз керек. Егер де бір адамның ИНПС нөмірін қате жазсақ, отчетымыз қабыл қылынбайды. Ямаса сізде 100 адам істеп жатыр, 100 адам барлық мағлұматларын кіртесіз, бір адам 2 мәрте жазылып кетті. Ондай жағдайлар ұшырасады. Сол кезде де отчетыңыз ошибка деп шығады. Бағана состояниедегі ошибка болса, значит ол отчет қабыл қылынбады. Сол үшін әрбір адамның ИНПСін дұрыс жазуға әрекет етің, әмде екеу болып кетпесін. Яғни двойне болып кетпесін деп отқан. Так, бізге енді стандарт ИНПСін жазамыз, енді по умолчанию мен простой қылып жазып отқан. Так, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14. Енді бұл премьер болған үшін мен осындай тақретте жазып жатырмын, бірақ ертең реально жұмыс істесеңіздер конкретно ИНПС нөмірін жазуыңыз керек. Дальше 5-ші талбес. Жұмысқа алған уақыты патологтатамыз 01.01.25 болу керек. Одан ерте дата болса, ол мағлұмат жазылмайды. Біз 01.01.25 деп жазуымыз керек. Егер 25-тен кейінгі датада алынған болса, сол датаны арқайын жаза берсеңіз болады. Мысалы, май айында алған болса 01.01.25. Егер 24-ші жыл декабрьде алынған болса, патологтата 01.01.25 болу керек.
егер 26 жыл болса 01 26. Құласы 25-тен кейінгі даталы өзінің конкретный приказға алынған датасын жазамыз. Так, біздер енді ертеректе алды, соның үшін 01 25. Так, тіркедік. Так, 1 ямаса 2 деген цифрді қойын дейді. Егер осы мемлекеттің бұқарасы болса 1 деген цифрді қоясыз, ямаса сырт ел мемлекеттің бұқарасы болса, значит 2 деген цифрді қойымыз керек. Бізде осы мемлекеттің бұқарасы, соның үшін әмесіне 1. Так, тұрақлы жұмыс істеп атқан болса 1, егер жұмыстан шығып кеткен болса 2. Значит, біздер жұмыс істеп атыр 1, бәріне 1-ді қойып шығамыз. Енді осы жерде основной договоры осы карханада істеп атыр ма, ямаса совместитель ма, ямаса наемный ма, құласы 1, 2, 3, 4, 5 цифрді сол адам туышына сәйкес келген цифрді қойып шығамыз. Біздер әмесі стандарт 1. 1-ді қойып шығамыз. Ставкаларын қойып шығамыз 0,5, 0,25, 1. Біздерде 1 ставка, 1-ді қойып шығамыз. Так, бұл жер айтып атыр, жұмысы, тұрақлы жұмыс па, ямаса уақытыншалық жұмыс па, сезонный жұмыс па, 1, 2, 4, 5 цифр бар екен, сол адамның туышына қойып шығамыз. Пока бізде стандарт 1, тұрақлы, постоянный жұмыс. Енді мына өтеміз, 11-ші стал 5 айтып атыр, общий есапталған айлығын жазың. Яғни, бұл жерде бұл есабат әр айда тапсырылады, январдан декабрьге 12 ай, бір жылда 12 рет тапсырылатын отчет. Осы жерге жазылу керек болған мәлімет, яғни әр айда айлық есапталған уақытта біздер әр айда айлықтарын қосып көрсетеміз осы жерге. Ал 12-ші стал 5 болса, тек қайсы айға тапсырып атырған болса, тек сол айдың айлығы көрсетіледі. Енді бізде январ болғаны үшін екі тарапы қазір бірдей шығу керек. Так, бұл мәліметті біз Excel файлдан аламыз. Так, 5,5, 4,5, 3,5 екен. Так, осы мәліметті алып қоямыз шаблонға. Так, шаблон, значение. Енді екі жаға бірдей болады. Енді подоходларын қойып шығамыз, тең. Бұл мұна сумманың 12% болады. Мынау болса, мұна сумманың 12% болады. Екі жағын бірдей шығады, себебі январ болған үшін өсуші айлығым, сол айға тиесілі айлығым бірдей болады. Копировать етіп атып жүрмін. Құласы 1,620, 13,500. Так, кейінгі мәліметлер бізде жоқ, пока. Бұлар енді льготалар бар болса, подоход налог, даромад салығынан, оны кейінгі сабақтарда көріп шығамыз. Бағана айтылған бұл стандарт айлық еді. Так, январ айы болдық. Енді файл сохранить как. Обзор. Рабочий столға сохранить етеміз. Так, шаблон деп жазып қойсаңыздан болады. Шаблон. Так, сохранить. Так, сохранить етілді. Жоп жасасаңыздан болады. Енді сайтқа кіреміз. Так, сайтқа кіреміз. Выбір бағана бізде скачать етіп ішін толтырып алып, рабочий столға сохранить еттік. Енді осы мәліметті осы жерде прикрепить етуіміз керек. Так, выбір файл. Так, рабочий столда еді файлымыз. Шаблон. Открытті басамыз. Шаблон түсті. Этібарбен шаблон түскен уақытта төменде негедір елі мағлұматлар көрінген жоқ. Біз не олымыз керек шаблон тіркеп болғаннан кейін загрузить в отчетты басуымыз шарт. Так, күтеміз. Этібары берсеңіз, қазір мне 13,500,000 өсуші айлық, мына жер текуші айлық, яғни сол айға тиесілі. Бұл өзі автомат шығады. Енді төменде толтыратқан жеріміз жоғарда социальный налогтың ставкасын қойың дейді. Бізде 12, 25, 7, 4, 7 деген ставкаларым бар екен. Біз енді стандарт частный фирмалардың отчеты, соның үшін бізде 12 болады. 12-ні қоямыз. Ал мына жерде подоход налогтың ставкасын қойың өзі автомат шығады екен. Ал мына жерде инепес, мынеде 0,1 өзі автомат шығады екен. Енді өсуші айлығыз 13,500,000, мына жерге өзі түседі. Бірақ 0,1-дің астына, яғни инепестің астына
өсуші айлықтан 0,1% өзіміз теруіміз керек. Ол автомат шықпайды. 13.500. Шықты. Так, это бар берген социальный подоход и ИНП шықты. Ал қалған жағында біз отправитті басамыз, бағана ключтің паролін тереміз, және сонымен отчетымыз кетеді. Отчет міне осы жерде көрінеді. Бірақ сіз отправитті бас ключтің паролін тересіз, қайсы период біз сол малумат шығады. Мен пока отправит қылмаймын, отправитке шекемге малуматын көрсетіп кетемен, ертең реальный жұмыста отправитті баса берсеңіз болады. Егер малуматтар бәрі туры болса. Осы жерде шығады, мысалы, қайсы ай и состояние обязательно отправить береміз шарт. Енді картотека қыламыз, яғни төлеу жағын істейміз. Так, төлеу жағын бізде аз жоғарыда екі вкладка ашылған, мынау вкладка и алдыңғы біріншісі. Әне сол вкладкаға кіріп, бар берген болсаңыз, осы жерде төлеу жағын көрсетілген оплата налогов юридических лиц. Әне соны кіреміз. Так, күтеміз. Так. Список поручения бұл, сіз қайсы поручения кеткен номерді көрсеңіз болады. Мысалы 28 последний болса, сіз 29-дан басып кетесіз. Таза жылда әмесі бір деген цифрдан басам керек. Енді біз 0-ден басып атырмыз, соң үшін бұған пока бар бермей тұрамыз да, новое платежное поручениені басамыз. Енді осы жерден біздердің алжаспауымыз керек болған нәрсе, бар берген болсаңыз, Excel'де социальный налог 12% бар берген формуласынан. Подоход налог бар берген 11,9, мен 12 қылмадым, 11,9 не үшін себебі 0,1% үшін алыну керек. Чистый подоход деген сөз. Ал болса 0,1%. Екеуін қосса бізде 12% болады. Бірақ төлеген уақытта біз 11,9% деп төлеміз керек. Социальный подоход ИНП. 3 түрлі сумма бар. Осы жерден бізде алжаспауымыз болған жері социальныйға білмей қалып, мына сумманы төлеп қоймаң деп отпын. Подоходқа білмей қалып, мынаны төлеп қоймаң. Социальныйға мынаны төлеп қоймаң. Әрбір заттың орнымен төлеміз керек болады. Так, онда, значит, социальный 1,620, подоход 1,665, ИНП 13,500. Так, картотекада осы жерде танылған уақытта осы жерден алжаспауымыз керек. Социальный, бұл подоход, сәл төмен түсінесіз, міне ИНП. ИНП-де екеу болады, ИНП пеня деген бар. Бұл пеня есапланса төлейміз. Оны октябрьден көрсеңіз болады қанша пеня есапланған. Біз ерінде подоход реально отчет қарап төлеп атырмыз, соның үшін социальный подоход и ИНП 101 соларды алуымыз керек. Так, бірінші социальный налог, так, выберетені баса 0,1 стандарт отчет есап бойынша мен төлеп атырман назначениясын қоямыз. Видите, яғни біздің келіп тұрған номеріміз, біз 0-ден басып атқан үшін 1-ден бастаймыз да. И суммасы бұл жерде 1,620,000. Бір рет басаман, мен осындай малумат шығады, бұл не үшін шығып атыр, сіз алдынан төлеп атырсыз ба? Бұл енді қарыздарлық жоқ бұл фирмада. Егер қарыздарлық болған уақытта дейді, сіз периодты налог түрін танылған уақытта, бұл жерде автомат сумма өзі шығу керек. Ал бізде енді отчет бұл фирмада ондай қарыздарлық жоқ, соң үшін ручной жазып атырмыз. 1,620 дейміз да, и да, басамыз. Так, қаған жағында толтыратқан жеріміз жоқ, продолжитті басамыз, отправитті басамыз, сонымен уже картотекамыз кетеді. Бұл енді төлеу жағы еді. Енді бұны төледік деп ойлаймыз, ертең реальный жұмысы обязательно бұны басын. Және бұл жерде ключтің паролін және сұрайды, соны тересіз. Содан кейін барып тұр, ол список платежный поручение осы қатарда көрінеді. Енді кейінгі налогты төлейміз, подоход налог, дармат салығы. Новый платежное поручение. Енді 46-ны таңлаймыз да, выберете 0,102, видите, 2, ИНП суммасы, бұл жерде ИНП емес, подоход. 1,606,500 болып еді, Excel файлдан, да.
қалған жағында продолжить, кейін отправить деген сөз шығады, кейін ключтың паролін сұрайды. Бұл және мына жерге барып түседі екен. Дальше одан кейін инепесіміз қалды, оған отдельно төлейміз. Так, бұл жерде 101 инепес, так, 08102, номері 3, суммасы 13500. Да. Бұл да продолжитті басамыз, отправитті басамыз, ключтің паролін сұрайды, сонымен уже картетен сам кетеді. Бұл төлеу жағы еді. Енді бір нәрсені есапқа алайық, бұны инепеске төленгенден кейін ізінде реестр отчеты бар. Мұны обязательно түсеміз. Шарт. Бұл реестр отчет бойынша кейінгі видео сабағымызда көрсетіп кетеміз. Құласы бұл пока январ айы еді. Енді сізде сайтқа кіру имканияты болмаса, күреш болмаса, Excel'де сол шаблонды бір қатар көріп шығсаңыз болады. Онан бір қатар көріп шығайық. Міне көріп өткен болсаңыз, салық есабаты, дарамат салы ондай қиын салық есабаты емес, істеуге болады. Тыбар берген болсаңыз, бұл стандарт айлық бойынша мағлұмат беріп өттім. Енді кейінгі сабақларымызда әрбір карханада адамдар жұмысқа және алыну мүмкін, немесе жұмыстан шығу мүмкін. Отчетта солар қалай көрсетіледі. Кейінгі сабақта бұлар бойынша мағлұмат беріп өтеміз. Сау болың, шаршамаң.